Аю жем іздеп кеткенде түлкі аюдың апанына барыпты. Барса, аюдың 2 баласы ғана бар екен. Түлкі оларды жегісі келіпті де: Апаларың маған, мен келгенше балаларын зергіп қалмасын, апанын алып шығарып ойнатып қой деген еді. Жүріңдер, далаға алып шығарып ойнатамын депті. Аюдың аңқау балалары оған лесіп жүріпті. Түлкі бастап бір үлкен жартастың басына шығыпты да: Мана жартастан секіріп ойнаңдар дейді. Аюдың балалары бір-біріне қарасып, секіруге батылдық ете алмайды. Сонда түлкі: Апаларыңа тартқандарың рас болса, бұл жартас түгіл, мұнан биік жартастардан да секіруден де тайынбайсыңдар. Апаларың сендердей кезінде осыдан биік жартастардан көзін жұмып алып секіретін, оны бұйым құрлы көрмейтін дейді. Мұны естіген аюдың балалары масаттанып кетіпті де көздерін жұмып алып, бірінің артынан бірі жартастан секіреді. Сүйектері қирап тұра алмай жатқан аюдың балаларының қасына түлкі жүгіріп келіп: Ештеңе етпейді, еттерің ауырсынып қалды ғой. Тапжылмай жатсаңдар, аздан соң тұрып кетесіңдер. Сөйтіпті де қоң етінен жұла бастапты. Түлкіге жем болатынына енді өзі жеткен аюдың балалары: аузымызға таман келсе бас салып тырп еткізбейік деп ымдасыпты. Ей түлкі, алдымен урт етімізді же, урт етіміз тәтті болады. Қу түлкі оған басама: Урт еттеріңді де жеймін ғой, оған асықпаңдар депті де қоң еттерін оя беріп